Армысың астаналық аяулы жұрт, бір басында бірнеше көп арман бар. Жыбырлап 20 сағат жұмыс жасап, төсекте 4 сағат дем алғандар. Батыс жақтан Бандеріс келеді деп көпіртіп несиені көп алғандар. Несиесін жабу үшін несие алып, үйде жатып банкке тон алғандар. 50 мыңдық жұмысқа кіріп алып, пәтерге 90 мыңын бер алғандар. Өздері үйге сыймай жатқан кезде ауылдан қайын жұрты кеп алғандар. 100 жылдан соң үй салып қалармыз деп, қосшы мен қояндыдан жер алғандар. Үй соғуға шамасы келмесе де, айысқа қол соғуға келген жандар. Ассалаумағалейкум, сәлем бердік, таудан биік, теңізден терең жандар. Өзіміз аштан қатып қалсақтағы, өнеріміз өлмесін деген жандар. Ол армысың Айнұр деген автосалон. Аман ба отбасыңмен ақ босаған. Осы айыстан 34 көлік мініп, батпандай қонған екен бақтасаған. Сен теппеген қалмады, темір көлік деп келдің, енді неге ноқта салам. Иномарка болмаса ызғып тұрған, мінбейсің анау мынау атқа шабан. Жердегі темірлерді теріп болдың, самолеттің керегі жоқ басаған. Оп-оңай шайналмайтын тісімізге, Айнұрдың қорқынышты күші бізге. Көктемірден коллекция жасау деген соншалықты сүйікті ісіңіз бе? Барлығы 10 көліктен беріп шықты, ұлы жүз, орта жүзде, кіші жүзде. Осы сіз ұйықтағанда мәшіненің саймандары кірмей ме түсіңізге? Темірдің бәрі сізге жабысардай, соншалықты Айнұр апа күшіңіз не? Бала кезде байқамай жұтып қойған магнит жатыр мәлде ішіңізде. Сырым деген айтысып, бір баламен байқұстың сай сүйегін сырқыратқан. Ал енді Дидарменен Мейірбектің жанын майдай шыжғырып шырқыратқан. Айысқа жаңа шыққан Айнабекті өткенде сырмақтай қып сілкіп отқан. Енді кеп Жандарбекті сұрап апсың, қайсайтан бүйіріңнен түртіп отқан. Жастарменен алысып жұлысасың, мұрнының суын әрең сүртіп отқан. Сізді көрсем бір адам еске түсет, индийский шай ішіп шылқып отқан. Каляниден алмайсың жас келінді, күн сайын алдына сап тырқыратқан. Автосалон деп тиіскен бір қызық екен қадамың. Апаңның көрген түсінде шағыланғанша қарағым. Калянисің деп құтырған қуынай мына боланың. Сен оны қайдан танушың, жылтыңдап кетті жанарың. Жандарбек деген жас бала жігіт боп қазір жетілді. Дымымды қоймай айттың ғой, жырлайын мен қай шетіңді. Магнитің бар деп ішіңде, нені айтуға бекінді. Әкесі ақын айтағын, бағана жүрет осында қайырып тастап кекілді. Сахнадан кетіп қалса да, жалғап жүр алтын көпірді. Мен қатысатын айтысқа шошаңдап жетіп келеді. Қылық шығарып не түрлі, ішімде болса магнит, білмеймін кімге өтімді. Темірді емес, әкеңді қатты тартатын секілді.
әкемді айтат десем мұны нәғып. Білдім ғой құпияны бүгін анық. Біздің үйді бүлдіріп жатыр екен, ішіңе дәу магнит кіріп алып. Айнұр, сенің екпінің жаман екен, шалдың өзін қаратқан бұрып алып. Бес тал шашым 5 сағат тарап еді, бүгін өзі тым ерте тұрып алып. Мен қайта ұят қой деп тоқтау салдым, келмекші болған тіпті гүлін алып. Бұл айтысты эфирден берсегерде, Айнұрда айтақында құрыданық. Магниттің мәселесін біліп қойса, мамам оны қоймайды жылы жауып. Забастокты жасайды, саған қарсы кранның төбесіне шығып алып. Егер оған қоймасаң, екіленіп келеді, қос білегін түріп алып. Айдағын екеуіңді баспен қадап, жатпаңдар бір бұрышта ыңыранып. Шалына екінші рет жоламастай, арқаңнан 6 таспа тіліп алып. Мамалатып кетпесін мамам сенің, шашың мен магнитіңді жұлып алып ай. Әкеңді магнитім әкелді деп дұрыс қой сөйлегенің етпей күнә. Негіз ол саған емес, маған келген, жүрген соң баласы үшін көп қайғыра. Шынымен сенің күшін тартып келсе, көре сала жабысып кетпейді ма? Мына залда отырып қалып қоймай, тым құрса қасымызға өтпейді ма? Сарыарқаға әкелген магнитің сахнаға тартуға жетпейді ма? Қалжыңдар кезде бұл бала ағаларынан үлгі алса, тып-тыныш отқан әкесін сахнаға шығар деп қояд, алыстан ғашық қылғанша. Осындай кезде шіркін-ай, сөз түсінетін ұл болса, жетісу жақтан желпініп келгендігі де жетпей ме, демалып енді нұрланса. Жан күйер болып тек маған келді ғой менің әкем деп намыстанады бұл болса. Барсың базалда айдаға, Айнұрмен ойың бір болса, бір тұрып қойшы орныңнан, маған келгенің шын болса. Көрдің бей әні әкеңнің, бар ойы кімде екені. Махаббат жасқа қарай ма, Айнұрды көріп ұмытты үйдегі жарын некелі. Сен абайлап отыр сенденді, ақылың ауып кетеді. Көп тие берме ашуға, сағанда сөзім өтеді. Тұрғызбақ түгіл билетіп қоюға шамам жетеді. Ол айтақын тез тұрды ғой бұл тұрғанда. Көнбеушет анау-мынау сылқымдарға. Айнұр, сенің сиқырың жаман екен. Қалай түсіріп алғансың ырқын қолға. Алыстан әкемізді басқаратын магнит емес, қолыңда пультің бар ма? Әкетай түсінбеді-ау балаң сені, тимейді-ау бұл тұрғанның саған себі. Отырғызып тұрғызып бұл Айнұрдың басынып алғанын-ай жаман сені. Отырғызып тұрғызған ештең емес, еңбектетіп жүрмесін мамам сені ай.